Өзбекстанның футболы жайлы бір видео салғам. Соған қазақ не кути куяды деп жаңағы сообщение жазыпты бір өзбек ағайынымыз. Біз қуанамыз, өзбектерге қуанып жатырмыз. Өзбекстанның әлем чемпионатына футболдан шыққанына, олимпиадада 8 алтын алдыңыздар, оған да қуандық. Енді жаңағы жаман сөздер айтатын біреулер болатын шығар. Ол қазақта да бар, өзбекте де бар. Бір-бірімізді солай жаңағы жамандап бір-бірімізбен төбелескеннен ештеңе шықпайды. Біз әрқашанда бір-бірімізді қатты жақсы көруіміз керек. Біз туған бауырлар сияқты ұлттармыз. Қараңыздаршы, менің жазғанымды өзбектер түсініп, өзбектер қаншама комментарий қалдырып жатыр. Алдында Қырғызстан туралы да сөйлегем. Қырғыздардың барлығы қанша комментарий қалдырып жатыр. Біздің мынандай ынтымақты, берік, бес саусақтай жұмылған дос болуымызды көрші мемлекеттер қаламайды. Егер де біз мына Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан, хотя бы осы үш мемлекет біз мынандай болсақ, бір-біріміздің жетістігімізге қуанып, бір-біріміздің жаңа ұтылып қалған жерімізге қайғырып, сондай болсақ егер де біз мықты мемлекет боламыз. Ойлаңыздаршы, Өзбекстанда 38 миллион халық бар, Қазақстанда 20 миллионнан асады, Қырғызстанда 8 миллионнан асады, сонда 66 миллион халық. Біз үлкен мемлекет боламыз, бізден әлем қорқатын мемлекет боламыз. Сондықтан да біз біреулердің жазғанына ешқашанда қарамай, жаман жазғандарына. Мен өзбектерді қатты жақсы көрем. Бұйыртса жазда Өзбекстанға барайын деп отырмын. Жақында Қырғызстанға барып қайттым. Қырғыз ағайындарымызды қалай жақсы көрем. Біз әрқашан бір мемлекет сияқты болуымыз керек. Біздің мына шекарамыздан өткен кезде біз өзіміздің удостоверениямызды бүйтіп көрсетіп, өте беретін болуымыз керек. Біз почти айтқанда бір мемлекет сияқты, информацияның барлығы бір информация болу керек. Сонда ғана біз мықты, үлкен бір мемлекет боламыз.